Соншалықты қашқаны, бала тәрбиесінен, отбасынан қашқаны. Балам, телефонды алдына қойса. Телефон қойып қояды, болды. Көрдіңіз ба? Адамдардың дата болып қашқанды. Пайғамбарымыз не деп жатыр? Әкенің балаға беретін ең ұлы азығы дейді. Бір сағат болса да онымен тілдесіп тәрбиелеу дейді. Көрдің? Бір сағатыңды бөліп балаға тәрбие беруің, бұл әкенің балаға беретін ең ұлы нәрсесі дейді. Сен бәрін әкеп бере бер. Велосипед алып бер, сотка алып бер, планшет алып бер, ноутбук алып бер, бәрін алып бере бер. Бірақ балаға сен әкелік нәрсеңді бермейінше, мысалға бір күшті сөз айтпайынша балаға, бала оны ұстап, кейбір балалар айтады ғой, мен осындай тұлға болуыма әкемнің бала кезіндегі бір сөз әсер етті дейді да. Мен бүгін осындай тұлға болуыма дейді. Көрдіңіз ба? Әкеден ондай сөзді алмаған бала көргенсіз болып шығады ғой ертең. Соткамен өскен бала көргенсіз болады ғой. Мына ішінде деген мусор ғой, бұл деген мусор. Қоқысты жәшігіне балаң тастап жіберген сияқтысың ғой. Ол деген болмайды. Жаңағы сіздің